Бұл видеоны дәл қазір сақтап қойыңыз, себебі инсульт болған кезде бұны іздеп отыруға уақыт болмайды. Бұл ақпарат болашақта жақыныңыздың өмірін сақтап қалуға көмектесуі мүмкін. Ол қарапайым ереже, 4 әріп, осыны жаттап алу керек. Ол фаст. Ф деген ең бірінші фейс, ол бет деген сөз. Науқастан күлімсіреуін сұрау керек. Егер де адам күлген кезде бір жақ беті дұрыс жұмыс істемесе, немесе салбырап тұрса, онда ол инсульттің белгісі болуы мүмкін. Екіншісі ол arm деген сөз, ол қол. Адамнан екі қолын көтеруін сұрау керек. Екі қолын көтерген кезде бір жақ қол түсіп кетсе, немесе мүлде істемесе, ол инсульт болуы мүмкін. Үшінші ол speech деген сөз. Адамнан сөйлеуін сұрау керек. Бір сөйлемді айтасыз, оны қайталау керек. Қайталаған кезде дұрыс қайталамаса, шаталасса, немесе мүлде сөйлемесе, онда уақыт жоғалтпаған жөн. Төртіншісі ол time деген сөз, ол уақыт. Алғашқы 3 симптом болса, онда уақыт жоғалтпаған жөн. Себебі ишемиялық инсульт кезінде минутына 2 миллионға жуық нейрондар өліп отырады. Ол мидың клеткалары. Сол себепті жедел түрде 103 номеріне хабарласу керек. Себебі противопоказания болмаса, ишемиялық инсульт кезінде алғашқы 4,5 сағатта тромбты ерітетін дәрі беруге болады. Және де противопоказания болмаса, алғашқы 6,5 сағаттың ішінде тромбты алып тастауға мүмкіндік бар. Фаст деген ол қарапайым ереже, бұны жаттап алу керек. Фаст деген ағылшыншасы, енді қазақша былай ойлап қарасақ, бет Б, қол Қ, сөйлеу С, уақыт бықсу деп те жаттап алса болады. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар.